Әуелі сенім, сосын сергелдең. Дүдәмәл діннің жетегіне ергендер түзу жолдан тайғанын өздері де білмей қалады. Білсе де сенімге селкеу түскен соң көптің көмегінен күдер үзеді. Бұдан былай діни мәселеге қатысты сауалыңызды демалыссыз қызмет көрсететін 144 нөміріне телефон шалу арқылы айта аласыз. Сөйтіп мамандардан кеңес алуға, көмек сұрауға мүмкіндік болады. Бірыңғай телефон желісі 13 қарашадан бастап жұмыс істейді. Сондай-ақ жуырда Дін істері агенттігі әзірлеген ақпараттық портал оқырмандарға ұсынылмақ. Бұл туралы бүгін дәстүрлі емес діни ағымдар пайда болуы әлемі қаупі атты семинарда айтылды. Бүгінгі шара журналистерге арналған. Бас қосқандар енді осы салаға бейімделген мамандардан арнайы топ жасақтамақ. Дұрыс емес терминдерді қолданып жүрген өзінде қателерге ұсынылады. Мысалы, қазір орамал киген әйелге шахид деп лақап беріле қояды, көшеде жүрген орамалға. Ол әрине ол қоғам пікірлерін қоздыртатын пікірлер. Немесе жихадшылар дегенді мәселелерге бұған ғылыми түрінде білікті маманның аузынан тыңдағандар абзал деп ойлаймыз. Егерде әрбір ақпарат құралдарында мысалы осы дін тақырыбына арналған арнайы бір ғана маман жүрсе, ол құба-құп болатын еді. Жыл басынан бері елде миссионерлікпен айналысқан 200-ден астам адамға әкімшілік жаза қолданылған. Атап өткен жөн, елдегі заңға сай үйді аралап, көше бойында діни ақпараттық үгіт насихат жүргізуге тыйым салынған. Діни әдебиеттерде тек арнайы дүкендерде саудалануы тиіс. Ел аймағында мұнда 280 сауда орны бар. Ең бастысы елді теріс діни ағым жетегіне елтуге жол берілмеу керек. Бұл бағытта 28 үкіметтік емес ұйым қызмет етеді.